Дана, өткен сабақты бір қайталап өтейік. Бастауыш дегеніміз не? Қимыл іс-әрекеттің иесін білдіретін сөз бастауыш деп аталады. Бастауыш кім, кімдер, не, нелер, кімі, кімің, несі, нең деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, қарлығаш ұшты, жаңбыр жауды, күн жылынды. Бастауыш құрамына қарай екіге бөлінеді. Дара бастауыш, күрделі бастауыш. Жарайсың, Дана. Дара және күрделі бастауыш туралы мен айтайыншы. Әрине, дара бастауыш жеке бір сөзбен айтылған бастауыш. Мысалы, сәулетші, құрылысшы. Күрделі бастауыш деп екі я бірнеше сөздің тізбегінен жасалып, бірақ ұғымды білдіретін бастауышты атайды. Мысалы, Алматы қаласы, елді мекен. Жарайсыңдар. Ал енді ертең өтетін тестке дайындалайық. Алина, мына тапсырманы орындап көрші. Бастауыштың сұрағын белгіле. Дұрыс жауабы Б. Кімі? Жарайсың, Алина. Келесі тапсырманы Тамирис оқи ғой. Дара бастауышты тап. Дұрыс жауабы. Сәулетті сарайларды тұрғызу үшін терең білім қажет болды. Жарайсың, Тамирис. Келесі тапсырманы мен орындап көрейін. Жарайды, оқи ғой. Күрделі бастауышты белгіле. Уақыт өте келе тұрғын үйлер, ғибадатхана, стадион, театр, кітапханалар салына бастады. Дұрыс жауабы. Тұрғын үйлер. Білгенің жөн. Шақыру жиналысқа, алқалық отырысқа, семинарға, конференцияға, тағыда басқа шақыру мақсатын көздейтін құжат. Шақыруда жүргізілетін іс-шаралардың қысқаша мазмұны, өтетін мерзімі, нақты уақыты көрсетіледі. Шақыру қағазын мекемеге, жеке тұлғаға жібереді.